Тілі жоғалған ұлттың өзі де жоғалады демекші. Ата-бабаларымыздан аманат болып қалған тілді білу, оны қастерлеу, дамыту біздің бүгінгі ұрпақтың қолында. Тәрбие отбасынан басталады дегендей, ана тілімізде сөйлеу, үйрету, шыр етіп дүниеге келгеннен бастап отбасынан басталады. Поэтому первое, что ребенок услышит, и первое, что он скажет, должно быть на казахском языке. Из этого следует, что школы, высшие учебные заведения, окружающая среда должны говорить на национальном языке. Также нам следует вести делопроизводство на казахском языке. Also, I want to add, if the meetings are held in the native language, if there is an increased requirement, only then our state language will function in its states. If we want to become one of the most developed countries in the world, every citizen of our country must speak the state language. Therefore, we have a lot of tasks to do. And I want to conclude in my native language. Тіл тұғырының биікке көтерілгені, халық мәртебесінің жоғарылауы, өз тілінің құнын білу, оны байлығым деп табу әр азаматтың міндеті.